Қалпақ. Қырғыздың Тоқсоба төресі Чет Бейжіңге шақыртылып, атаяға арналған салтанатта Қытайдың қызыл чоқ топысын кигізелі деп, тилмеш арқылы қалпағын шешуін өтінгенде, ал шешпейм дейді. Түшінбей қалды оқшайды. Қайры қотыр. Қытайдың биік даражалы сыйлығынан ешкім баш тартқан емес. Қалпағын шешсін. Бұл топыны киген кишиге Қытайдың бардық дарбазасы ачық деген басшының сөзін тилмеш екінші жолға тұрғанда, зары жүзіне шығып түктіе түшкен түрі. Қалпағым әле керек болса, башым менен қоша кесіп алсын, деп атының башын бұрған екен. Қалпағын шешкіче өліп бергенге даяр. Тамырында айкөл манастың қаны, тағдырында қалқынан жанын қатарлаш. Тоқсоба төренің ошондогу таш жарған сөзі жұрт аралап кетті. Қастарлап жүрбегенге, қадырлап кийбегенге, улуу нарықтуу қалқыбыздын қасиетін билбегенге, құтын жашырып, құнарын қашырып, қалпақ менен қамшыны билек қылып бербейле қойылучу. Бийиктик менен бийликтин ени өзүбүздө эле болгону жакшы. Сүйүнбек Касманбетов.